сіздермен өте дәмді домашний пахлава жасайтын боламыз. Бұл рецептпен өте сочный әрі в меру тәтті пахлава шығатын болады. Ең алдымен ұнымызды салып, үстінен сары майымыз немесе маргарин 72%. Осыны чоркадан ұнға араластырып өткізіп аламыз. Ұнымыздан крошка жасап алдық. Енді біз бұған бір стакан айран құямыз. Немесе сметана. Айраныңыз қою болса айран болады. Ал егер болмаса сметана. Және де жұмыртқаның ағы, жұмыртқаның сарысы. Ағын біз басқа нәрсеге пайдаланамыз. Қазір жаңғаққа пайдаланамыз. Ағын бөліп аламыз. Жұмыртқаның, 3 жұмыртқаның сары 1 грамм ғана қосамыз, 1 пакетик. Қоспасаңыздар 10 грамм. Араластырамыз. Осы массамызды ұнның үстіне қосып қамыр илейміз. Барлығын бірден құясыз та болады. Разница жоқ. Бізге тек қамыр біріксе болды. Ұзақ илеудің қажеті жоқ. Пахлавамның бетіне қоятын бірнеше осындай ірі жаңғақтарымды алып қалдым. Мына жаңғақтарды қалған пакеттің ішіне салып, қазір оқтаумен үстінен өтетін боламыз. Жаңғағымызды езіп алдық. Енді жаңағы бізде қамырдан қалған жұмыртқаның ағына, тағы да бір жұмыртқаның ағын қосамыз. Сарысын бөлек алып қаламыз. Сарысын біз қазір қамырдың бетіне жаққанға пайдаланамыз. Ешқандай да шығын шықпайды. Енді мынау массамызға 300 грамм қантты қосамыз. Жаңғағын салдық, араластырамыз. Қамырымыздың дайын. Осыны алып. Бөліп аламыз. Біреуін екі астыңғы мен үстіңгі бөлігін үлкенірек қылып аламыз. Және де қалған бөліктерін кішірек қылып 5 бөлікке бөлеміз. 5 бөлікке бөлдік. Дөңгелектеп. Осыны жайып аламыз. Противенімізге саламыз. Барлық слойларды осылай бетіне салып шығамыз. Кезек-кезек жаңғақ, қамыр, жаңғақ, қамыр. Ең соңында қамырымызды жауып, осылай шет-шетін бүгіп шығамыз. Егер сізде дөңгелек
және форманы толығымен жауып тұратын болса, онда бұлай өрудің қажеті жоқ. Қамырымызды түбіне дейін емес, тек бетін ғана осылай тілгілеп шығамыз, кесіп, ромб тәріздес қылып. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Жаңғақтарымызды салып шығамыз ең алдымен бетіне. Піскен пахлавамызды осылай енді түбіне дейін кесіп шығамыз. Балымыз бен майымызды ерткен сұйықтықты бетіне құйып, тағы да 5 минутқа пісіріп аламыз. Бізде міне осындай әдемі, жылтыр беті, өте сочный пахлава дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл өте дәмді пахлава. Ас болсын.